Сәлеметсіз бе? Менің атым Мереғали болады. Осы Хавал Жулион автокөлігін былтыр 2025 жылы апрель айында, сәуір айында алғам. Енді оны алар алдында әрине зерттедім, қарадым, тексердім, айналама қарадым. Жолдас жігіттер көбісі алып, 1-2 жыл мініп жүргесін. Сосын мен де сол көлікке қарап, қызығып, сондай шешім беріп сатып алғам. Көлік өте жақсы, ешқандай ақауы жоқ. Басында Қытай автокөлігі деп қорқтық, қорқатын ештеңесі жоқ екен. Сервиске уақытына келіп тұрамыз. Қазір бүгін сигнализация қондырылатын, оны да бір тексеріп көрейік, қалай болатынын. Жалпы автокөлік жақсы. Мен қазіргі жүрген километражым 31 мың болды. Бұрын 15 мың сайын ауыстыратын еді, қазір 10 мыңға жүрген екен, ол өте жақсы болды. 15 мың пробег көп болды негізі. Май ауыстыру арасы. Сол қараңыздар, көріңіздер, алыңыздар. Енді қазіргі уақытта жалпы 1-2 жылдың шамасында осы Жулионды айдап жүріп, сосын алдағы уақытта ойланып жүрмін. H9, H5 дейтін автокөліктер бар екен, Хавалдың. Жақсы, биік асты. Сондай машина аламын деп. Жалпылама Хавал Жулион жақсы машина. Асты аласа да емес, қатты биік те емес, қалаға да, далаға да, ұзақ трассаға да жүріп береді. Өзім сол біраз жерге бардым, Қазақстан бойынша. Ешқашан да жолда қалдырып көрген жоқ. Жалпы машина жақсы.